Бүгін 16 маусым. Саламатсыздар ма, құрметті менің көрермендерім. Бүгін мен велюр матадан бидай құрақты құрамақшымын. Ол үшін мен өлшемі 10-10 шаршы, өлшемі 5-5 шаршы, және өлшемі 5-10 төртбұрышы дайындап алдым. Сонымен бірге қызыл велюр, сары велюр және жасыл велюр дайындап алдым. Осы дайындап алған маталарымызды ені 5 см етіп жолақтар сызып аламыз. Ол үшін матаның түкін жатысына қарай ыңғайлап аламыз. Міне, жатысы былай қарай ыңғайлап қойып аламыз. Байқап отырғандарыңыздай, біздің өлшемнің барлығының ені 5 см. Енді велюрді 5 см өлшеммен өлшеп аламыз. Жолағымыз түзу шығу үшін шетінен 3 см алып, сол 3 см-ден кейін өлшейміз. Ені 5 см жолақтар өлшеп аламыз. Енді осы өлшеп алған өлшемдер бойынша мынандай ручканы алып, былай тік сызықтар жүргізе саламыз. Енді мына дайындап алған шаблондар арқылы қызыл жолақты аламыз да 5-5 өлшеммен 17 данасын кесіп аламыз. Міне 5-5 өлшемнен қызылдан 17 дана кесіп алдық. Және 10-10-нан 4 дана кесіп аламыз. Міне 10-10 өлшемнен 4-ге кесіп алдық. Енді сарыдан 5-10 өлшеммен 32 дана 4 кесіп аламыз. Ал мына жасыл жолақтарда осы жолақ күйінде қалдырамыз да құрақты құрау барысында артығын кесіп алып отырамыз. Үйде свет өшіп қалғандықтан ескі машинкамен тігіп жатырмын. Міне енді кесіп дайындап алған қиындыларымыздан құрағымызды құрай бастаймыз. Міне 10-10 қызыл шаршымыздың түгінің жатысын төмен қаратып, оған мынау өлшемі 5-10 төртбұрышымызды былай қойып,
екеуін былай біріктіріп тігеміз. Енді былай қойып екеуін біріктіріп тігеміз. Былай болды. Енді осыны мынаған біріктіріп тігеміз. Астына астар салмағандықтан тігісіне 7-8 сантиметрдей қалдырамыз. Міне осылай болды. Енді мына жаққа мына жағына жасылды аламыз. Жасылмен біріктіріп тігеміз. Осылай болды. Енді мынаны мынаған біріктіріп тігеміз. Жасылдың артығын кесіп тастаймыз. Міне. Осылай болды. Енді мына жерге мынаны қоямыз. Мына жерге мынаны қоямыз. Сосын кейін мынаны қоямыз. Мынауны мынаған сарыға, қызылды сарыға жалғастырып аламыз. Енді мына осы тіккен ені енді мына жасылға. Енді мынаның тігісімен мынаның тігісін сәйкестендіріп былай тігеміз. Артығын кесіп тастаймыз. Сары мен жасылды біріктіріп тігіп аламыз. Енді мына жолықты мынаған біріктіріп тігеміз былайынан. Свет жанды. Енді мына жолағымызды мына шаршыға біріктіріп тігеміз. Енді қызылды былай қоямыз. Сарыны қоямыз. Сосын жасылды қоямыз. Сөйтіп үшеуін біріне біріктіреміз. Енді мына жолақты мынаған біріктіріп тұреміз былай. Міне шаршыларымыз дайын болды. Төртеу. Енді осы төртеуін былайынан қойып, сөйтіп жасылды ортаға қоямыз. Мына жасылдарды былай жібереміз. Мына шашымен мына шашыны мына жолақтар арқылы қосып аламыз. Ол үшін бірінші мына жолақты дәлдеп отырып бірінші былай қосамыз. Міне мына жасыл жолақты мына шаршыға қостық, тігіп шықтық, біріктіріп. Енді осыған мынаны біріктіреміз. Былай біріктіреміз. Осылай болды. Енді біз мына жасыл жолақты мына шаршыға тігіп аламыз, біріктіріп. Мына шаршыны мынаған қосып тігіп аламыз былай.
Енді мынау қызыл 5-5 шаршыны мына жолаққа қосып тігеміз. Мына тігіп алдық. Енді мына жағына келесі жолақты тігеміз. Мына жолақты мынаған қосып тігеміз. Мін тігіп алдық. Енді мынау қызылды тура мына жасылға дәлдеп, мына жолақпен мына жіңішке жолақты біріктіріп тігіп аламыз. Қисайып ауытқып кетпес үшін мына тура центрін тауып алып, орталығын тауып алып, орталықтан былай қарай тігеміз, сосын кейін былай қарай тігіп шығамыз. Артығын кесіп тастаймыз. Міне тігіп шықтық. Енді мына жолақты мына жолаққа қосып тігеміз. Мынаның жасылын, мынаның қызылымен сәйкестендіреміз да. Мынадан былай қарай тігеміз, ауытқып кетпес үшін. Енді осы шаршымыз, үлкен шаршымыздың жан-жағындағы сәл астыңқырап тұрған жерлерін бұлай өлшеп алып, кесіп алып тастаймыз. Осындай шаршыдан 4-еу дайындалып аламыз. Сосын оларды бұлай қатарынан, 4-еуін қатарынан қойып, бүйтіп бір-біріне біріктіріп тігеміз. Бүйтіп айқастырып қойып, тура ортасындағы, ортадағы жасыл мен ортадағы жасыл сәйкестендіріп тігіп, мынаны былай қарай, мынаны былай қарай біріктіріп тігіп шығамыз бүйтіп. Біріктіріп болғаннан кейін, оның жан-жағына жиектер тігеміз. 15 сантиметр, 10 сантиметр, 20 сантиметр әркімнің өзінің қалауына қарай жиектер тігіп шығамыз. Мысалы, мынаған қызылдан жиек салған дұрыс деп ойлаймын. Сонда ені 80-ге жуық, ұзындығы 2-де 20-ға жуық шағын көрпеше шығады. Міне бәрін қосып, біріктіріп тіккенде нәтижесінде осындай көрпеше пайда болды.